Баяғыда мақта қыз бен мысық болыпты, екеуі жақсы дос еді. Бір күні мақта қыз үйін жинап жүріп, бір мейіз тауып алады. Мен үйімді жинап жүріп, мейіз тауып алдым. Мысық, мысық, бері кел. Келмесең келме. Неге шақырдың? Ендеше қатығыңды төгем. Мен құйрығыңды кесіп алам. Апа, құйрығымды берші. Менің қатығымды төле. Мынау қалай болды? Сиыр, маған қатық берші. Менің қарным ашып тұр. Маған жапырақ әкеліп берші. Ағаш, жапырағыңды берші. Мен шөлдеп тұрмын. Су әкелсең, жапырақ беремін. Қыздар, маған су беріңіздерші. Бізге сағыз әкеліп берсең, біз саған су береміз. Әй, дүкенші, маған сағыз берші. Маған жұмыртқа бер. Тауық, маған жұмыртқа берші. Бізге дән әкеліп берсең, біз саған жұмыртқа береміз. Енді не қылам? Жаныңның барды айт. Үйіңде не бар? Үйімде бір табақ тары бар. Осылайша мысық дәнді алып тауықтарға береді. Тауықтар мысыққа жұмыртқа береді. Дүкеншіге жұмыртқа береді. Дүкенші мысыққа сағыз береді. Сағызды қыздарға береді. Қыздар мысыққа су береді. Суда апарып ағашқа құяды. Ағаш жапырақ береді. Жапырақты сиырға береді. Сиыр қатық береді. Осылайша қатықты мақта қызға апарып береді. Мақта қыз мысықтың құйрығын береді. Мақта қыз бен мысық бір-бірін ренжітпейтін ажырамас достарға айналады.